Қайырлы күн достар, сіздермен Әсем. Бүгін шайға арналған өте дәмді курага мен ақуыз қосылған печенье дайындаймыз. Ең алдымен қамырын илейміз. Қамырымызға қамыр қопсытқыш, ұн, жұмыртқаның сарысы, қаймақ, сары май қажет. Ұнымыздың жарты бөлігін ыдысқа салып, үстіне сары майымызды салып, шаңышқының көмегімен үгітіп аламыз. Одан кейін жұмыртқаның сарысын саламыз, араластырып, қаймағымыз саламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін ұнымыздың екінші бөлігін салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап қолымызбен біріктіріп илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Енді иленген қамырымыздың бетін жауып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Салмамызға бізге курага, мейіз, қант және жұмыртқаның ағы қажет. Ыдысқа жұмыртқаның ағын салып, араластырамыз. Шетінен қантымыз сала отыра араластырамыз. Жұмыртқанымыздың ағы әбден көпіреді, осындай ағарады. Мен кураганы осылай төрт бұрышты етіп турап алдым. Курагамызды саламыз, одан кейін мейізімізді салып, барлығын жақсылап араластырып қоямыз. Қамырымызды алып, бірнеше бөлікке бөлеміз. Мен 3 бөлікке бөлдім. 3 бөлікке бөліп, ұн себе отыра жұқалап қамырымызды жаямыз. Шет-шетін барлығын жұқартып жайып аламыз. Қамырымыз дайын болды, жайдық. Енді бізге ішіндегі салмасын жолақша етіп салып шығамыз. Осылай шет-шетін орап дөңгелетеміз нанымызды. Осындай болып шықты. Пергамент қағаз төселген ыдысқа барлық жасалған нандарымызды салып, үстін осылай пышақпен тіліп шығамыз. 180 градуста 25 минут пісіреміз. Печеньеміз дайын болды. Енді осы тілінген бөліктерді пышақпен кесіп аламыз. Қамыры өте жұмсақ, өте нәзік. Енді үстіне қант ұнтақтарын сеуіп шығамыз. Бөлек ыдысқа салдық. Өте дәмді, қамыры үгіліп тұрады. Небәрі 10-15 минутта дайын болатын дәмді печенье. Сіздер де осындай дәмді тәтті жасаңыздар. Менің каналыма лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.